боладымыз. Яғни балалар, мен ойлаймын, бүгінгі біздің іс-шарамызды біз неге тоқтатып қалдық? Өйткені біз ең бастысы балалар мамандық таңдай білуіміз. Жаңағы адамдардың, ұлы адамдардың нағашыларының шыққан тегін кішкене зерттеу жүргізіп, мен оны мектеп қабырғасынан бастадым. Оятқан ерекше адамдар баланың өмірге деген тәрбиесін, өмірлік жолын ашатын тұлға деп айта аламыз. Жалпы мен өзімнің 1-ші сыныбымнан бастап 11-ші сыныбыма дейін Махаббат мұғалімімізге алғысын айтамын. Өйткені алгебрадан, математикадан өзімнің білімімді ашты. Ең алғаш менің ұстаз дегеніміз бұл біздің өміріміздегі ең ерекше тұлғалардың бірі. Анамыз тәрбиеледі бастауыштан бастап. Өзіміздің ұстауымызды, қолымызда қалам ұстауды үйретеді, сөйлеуді үйретеді, жазуды үйретеді. Ұстаздарға алғысым шексіз. Өміріндегі ең маңызды, ең мықты тұлғалардың бірі деп айтсам да болады. Бірақ осы білім жолына үлес қосқан осымен біздің сыныптасымыз әйгерім Оразқызы. Ол бізге қанша ұрысса да, қанша ренжісе де, бәрібір оның артында бізге деген махаббаты, біз үшін оның уайымы көрінеді. Мысалы, менің ең алғашқы ұстазым осы мектеп, біздің 58-ші мектепке келген уақыттағы мен қолымнан жетектеп, Демі бір менің ішімдегі қасиеттерді ашты. Себебі осы мектепке келмей тұрып, мен өзімнің ішімде жабық адам болғам, өзімнің ойымды айқын жеткізе алмайтынмын. Бірақ осы мектепке келгеннен бастап, мен өзімнің ойымды, сөзімді, өзімнің мнение дейді ғой, оның барлығын бос және айқын жеткізе алатын болып шықтым. Сол себепті ол кісіге өте үлкен алғысымды білдіргім келеді. Әрине, бұл мектепте мен алғыс айтатын ұстаздарым өте көп, барлық ұстаздарыма алғыс айтқым келеді. Себебі әрбір мұғалім мен үшін өте ерекше, жетінің әр жерінде ерекше орын алып қалады. Сол себепті алғысым шексіз.